Пайғамбарымыздың дүниеге келуі. Жер бетін рухани қараңғылық басқан. Барша әлем адамзат баласының небір хайуандықтарына куә болып, санасында сәулесі барлардың рухы мен жүрегі қанжылаған заман. Адам азып, ел тозған. Жақсылықтың жұрнағы да қалмай бара жатқан уақыт. Жер жүзі бақыттың, қуаныш пен шаттықтың бастауы тәухид, яғни бір жаратушыға сенім дегеннен мақрұм еді. Қайда қарасаң да күпір, күнә руханияты әбден көлеңкелеп тастаған. Әркім әр нәрсеге табынып, болар болмастың бәрін қолдап, Тәңірге, жаратушыға айналдырған. Ақиқат билеушісін, шын жаратушысын іздеп, аласұрған көңілдермен медет іздеп жанталасуда еді. Адамдардың надандықтың шегіне жеткені сонша, зұлымдық пен күпір батпағы қалыпты жағдайға айналған. Күштінің әлсізге әлімжеттігі, дәрменсіздің жапа шегуі ешкімді де елеңдетпейді. Күллі әлем қайғыға шомып, қасірет толы көңілдер уайымға берілген. Ақыл мен сананы, рух пен жүректі рухани қыспаққа алған күпіршіліктің, көп құдайлықтың бұлайша жалғаса беруі мүмкін емес еді. Құдіретті күшті Алла Тағаланың пенделерінің ары қарай надандыққа, мұң шерге шыдай беруіне өз тарапынан медет жібермей қалмасы шындық еді. Өйткені ол қайырымдылықтардың қайырымдысы, ең мейірімдісі жаратушы. Алла осынау тұманды сейілту үшін рахымдылығының дәлелі ретінде ұлы тұлғаны Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге жолдамақ болады. Дүниенің рухани кейпін өз нұрымен көлелендіріп, адамзатқа, пері мен періштеге, бүкіл болмысқа мәңгілік бақыттың жолын көрсететін жол бастаушысының келер күні таяған еді. Әлем үлкен зетпен өз сұлтанын тағатсыздана күтуде. Жаратылыстағы әрбір зат өздеріне тән тілімен, әрекетімен теңдессіз тұлғаға қош келдің деуге дайындалып, шаттанып тұрды. Милади 571 жыл, сәуір айының 20-сы, Рабиғул әуәл айының 12 түні. Піл оқиғасынан кейін арада 50-55 күн өткен. Меккенің қарапайым отауларының бірі дүйсенбінің таңы атуға жақын. Сәресі уақыты. Осы қарапайым ғана үйде құтты сәтте жалғанда жалғыз рет болатын қайталанбас керемет оқиға жүзеге асты. Екі дүниенің сұлтаны Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүние есігін ашты. Сол мезеттен бастап бүкіл әлем бұған дейінгі қайғы қасіретін ұмытып шаттыққа кенелді. Қараңғылық түндігі сыпырылып, айнала нұрға бөленді. Бар дүние ерекше толқыныспен дін сұлтаны көзін ашып, өмірге нұрға толды бар дүние көңілдер деп тебіренді. Жер жүзінде бірден бір анаға бұйырмаған ұлы құрмет иесі атанған әзіз ана Әмина бақытты сәтін бұлайша баяндайды. Жүктілігімнің 6 айында едім. Түсімде бір кісі: «Ей Әмина, сен әлемге қайыр береке әкелетін сәбидің анасы боласың. Атын Мұхаммед деп қойғайсың. Бұл құпияны ешкімге тіс жарып айтушы болма» деп ғайып болғанды. Сөйтіп жүргенде босанатын уақытымда келді. Қайынатам Әбділмүтәліп Қағбаны тауап етуге кеткен. Үйде отырғанмын. Құлағыма бір түрлі дауыс жетті. Қорыққанымнан не істерімді білмей сасып қалдым. Дәл сол сәтте бірақ құс пайда болды. Ұшып қасыма келді де қанатымен арқамнан қақты. Сол-ақ екен, қорқынышым сейіліп сала берді. Айналама көз жібергенімде ақ кесемен ұсынылған шәрбатты көрдім. Қолыма алып іштім. Жаным мен тәнім нұрға бөлінгенін сездім. Сонан соң Мұхаммед өмірге келді.
Пайғамбарымыздың бір ерекшілігі арқасында екі жауырыны арасында дәл жүрек тұсында нәбилік пайғамбарлық мөрі, яғни хатами нүбуат бар еді. Қызғылт түсті үстіне қыл өскен меңнің үлкендігі кекілік жұмыртқасындай болған. Бұл белгі ардақты пайғамбарымыздың көптен күтілген соңғы пайғамбар екендігін тағы бір дәлелді еді. Дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз туылған сәтте атасы Әбділмүтәліп Қағбаның жанында Құрайштың ақсақалдарымен бірге әңгіме дүкен құрып отырған. Сүйінші хабар оған да жетті. Әбділмүтәліптің қуанышы қойнына сыймай үйіне қалай жеткенін де аңғармады. Торсық шеке немересін құшағына ала салып емірене аймалады. Әлден уақыттан соң немересін ұлы Әбутәліпке ұстатып тұрып, осы баланы саған аманат еттім. Осы ұлымның мәртебесі биік, ерекше құрметке бөленетін жан болады, деді. Шаранаға ат қою құрметі атасына берілді. Атасы ойланбастан Мұхаммед болсын деді. Арабтарда жаңа туған сәбиге ата-бабаларының атын қою рәсімі ешелден бар. Көпшіліктің неге аталарымыздың бірінің атын қоймадың деген сауалына атасы ұлымның өмірінің ғибратты да баянды болып Алла тарапынан да адамдар тарапынан да мақтауға лайық болғанын қалаймын деп жауап берді. Мұхаммед арабшада мақтаулы дегенді білдіреді. Шынында да Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың барша адамзат баласының, тіпті періштелердің мақтауына ие болған бұл дүниедегі жалғыз адам.